Менің есімім Дүйсенұлы Әлмұхтар. Мен бұл салаға 14 жыл бұрын келдім. Мен алғашқы уақытында балалар ауруханасында жұмыс жасағам. Сол ауруханада жүріп Қасиет жол деген реабилитационный 16 орталығына жұмысқа тұрдым. 4 жыл, 5 жыл жұмыс жасағаннан кейін өнеге центрі ашылды. Сол орталықта жұмысқа тұрдым. Арасында социальный проект арқылы жетімдер үйіне де жұмыс жасап тұрдым. Осы жолда мен көптеген методиканы меңгердім. Ол методикалар көбіне Оңтүстік Америка, Германия, Европадан келген профессорлар арқылы білімімді жетілдірдім. Бірақ әрі қарай оқу үстіндемін, іздену үстіндемін. Бұнда ерекше балдармен жұмыс жасаған кезде тренер ешқашан ізденуді тоқтатпау керек. 14 жыл бұрын келген жас маман мен қазіргі тәжірибелі маманның айырмашылығы өте көп. Өйткені 14 жыл бұрын келген жас маман өзіне деген сенімсіздігі болды, жұмысқа деген қорқыныш болды, және де балаларға көмектесе алам ба, көмектесе алмайым ба деген сұрақтар болды. Бірақ қазір ондай сұрақтардың шешімін таптым деп ойлаймын. Сол тәжірибенің және үлкен еңбектің арқасында. Ең алғаш рет ДЦП балдарды қолға алғанда менде қорқыныш та болды, аяушылық та болды. Бірақ ең бірінші ойымдағы ой мынандай болды. Сол балаға шынымен жәрдем бере алам ба, жәрдем бере алмайым ба, қолымнан келетін іс па, келмейтін іс па деген менде ой болды. Бірақ қазір уақыт өте келе ол нәрсенің үлкен еңбекпен, үлкен ізденумен болатынын сезіндім. Ары қарай даму үстіндемін. Ондай балдардың ата-анасына Алла тағала күш қуат берсін. Давай, итер, толкай. Шашын жина. Давай. Итер, өзін жинаш. Давай. Итер. Көтер, итер. Молодец, чемпион, давай. Давай, итер. Ой, молодец. 14 жылдың ішінде менің қолымнан біраз бала жүрді. Бірақ адамдардың көпшілігінде жүруді ғана нәтиже көреді. Бірақ баланың этап бойынша басын ұстауы, аунауы, еңбектеуі сияқты нәтижелер бар. Оларда үлкен еңбекпен келеді. Енді баланың жүрген кезіндегі ата-аналардың көзінде ең бірінші қуаныш, менің де өзімде қуаныш болады, көзге жас келеді. Бірақ ол нәтиженің арқасында біз үлкен күш-жігер аламыз, алға қарай серпіліс аламыз. Мен мешітке келіп дұға еткенде барлық балдарыма дұға етемін. Мен ешқандай баланы бөліп жармаймын, бірақ ерекше есімде қалғаны осындай ауыр дертпен, сирек кездесетін дертпен ауырған бір бала болды менде. Сол баламен өте көп дұға жасадым. Давай кеттік. Жүр. Давай. Икс қыма. Доп түтеміз кен. Ой, молодец кен. Балдардың көпшілігінде негізі ондай нәрсе болады деп ойлаймын. Өйткені кез келген тренерде қиыншылықтар болады. Өйткені ондай балдармен жұмыс жасаған кезінде мысалы баламен жұмыс жасап келдік, аунауды үйрендік, еңбектеуді үйрендік, төрт аяқтап жүруді үйрендік. Жүруге келгенде балада судорога ұстап или эпилепсия ұстап қалуы мүмкін. Содан кейін бала бастапқы қалпына, басын ұстамайтын қалпына келіп қалады. Сол кезде біздің еңбегіміз зая кеткендей болады. Сол кезде біз қатты қиналамыз. Дәрігерлер айтады, я үміт жоқ деп. Бірақ оның көптеген этаптарын көруге болады. Мысалы, мүлдем қозғаламайтын балдар болса, мысалы эпилепсиядан или басқа да мидың инфекцияларынан ауырған мүлде қозғалмайтын балдар болса, оларда болмаған дәрежеде мысалы денесінің қимылын ауыстырып тұру, жарты сағат сайын дененің тесілуінің алдын алу мақсатында баланың күтімін дұрыс жасау керек. Өйткені негізгі ауруынан басқа екінші дәрежелі аурудың асқынуы болмау керек балада. Давай, молодец, чемпион. 1, 2, 3. Түз ұста. Айнаға қара. Алдына қара. Мен осы 14 жыл осында ерекше балдармен жұмыс жасау барысында менде көптеген қиыншылықтар болады. Бірақ жұмыс істеу барысында кішкене болсын менде нәтижелерін көргенде мен сол арқылы өзіме рух және күш қуат аламын. ДЦП балдардың көбісі түсінігі бар, сөйлей алмауы мүмкін, бірақ көз жанарына қарай олардың түсінігі бар екенін көбінесе білеміз. Оларда жүргісі келеді, қимыл жасағысы келеді, бірақ өзінің денесіндегі физиологиялық, патологиялық өзгерістер арқылы ондай нәрсені жасай алмайды. Бірақ біз қолдан келгенше оларға жәрдем беріп, ары қарай дамуын тоқтатпау керекпіз. Осындай ДЦП балдармен жұмыс жасау барысында денсаулықтың қадірін жоқ кезінде білеміз ғой біз көбіне. Біздің қолдан келетін нәрсе осындай диагнозын алдын алу, мысалы прививка кезінде, баланы жоспарлау кезінде,
инфекцияның басқа да жолдарын алдын алу керек, травмалардың алдын алу керек. Бұл көбінесе таяқтар бразильский методика бойынша, Бразилияда ойлап табылған методика бойынша жұмыс жасаймыз. Осы арнайы печатымен орналасқан доптар сол жерден келген. Осы доптармен біз балдармен жұмыс жасаймыз. Енді 14 жыл бұрынғы жас маман болса, мен бірінші айтарым сабырлық, алға қарай білім алуды, алға қарай тәжірибе алмасуды тоқтатпай, тек қана алға деймін. Баламен жұмыс жасағанда алғашқы уақытта кез келген бала жылайды. Өйткені бала тренерге бейімделу керек. Бірақ баланың бейімделуі әр балада әртүрлі. Жылау көбіне аурудан болмау керек. Баланың аурудан жылаған немесе еркелікпен жылағанын біз ажырата білуіміз керек. Оны көбіне жақсы білетін, баланың жағдайын түсінетін мейірімді жандар ғана оның көз жанарының арқылы оның баланың аурудан немесе еркелікпен жылайтынын ажырата алады. Осы салаға мен 14 жылымды арнадым. Белгілі бір іс-шарада Наурызбай Қажы Тағанұлы мені көріп, маған умра қажылығын сыйлыққа берді. Умраға барып қайттым. Ол кісіге Алла разы болсын. Ол кісіге үлкен алғысым шексіз. Қағбаның түбінде тұрып дұға көп жасадым. Енді осындай балдарға да жасадым. Олардың бәріне Алланың аш-шафиесімен шифа тіледім. Және де ешқандай бала осындай ауыр дертпен ауырмасын деп дұға тіледім. Сегодня хотела бы поделиться отзывом о нашем ведущем специалисте Мухтаре. У Мухтара опыт работы более 14 лет. Человек с открытой душой, с ответственностью. Результаты за 2 года совместной работы у нас очень хорошие. Родители довольны. Более 6 детей у нас самостоятельно начали ходить. Бұл балада Аллалея айтқан сөзді қайталайды, бірақ өзі ойдан сөйлемейді. Бірақ қазір жақсы нәтиже болып жатыр. Қазір өзі ойынан сөйлей бастады. Уже 6 ай ма болды келіп жатқанына. Бұндай ерекше баласы бар ата-аналарға енді көп нәрсе айтуға болады, бірақ енді ең маңызды нәрсе үмітін үзбеу, және де алға қарай қадамын тоқтатпау. Өйткені үлкен нәтиже кішкене қадамдардан болады. Сол үшін тек қана үмітін үзбей, емін іздеу, алға қарай осындай жаттығу арқылы дәрі-дәрмек болсын, или басқа да емдер болса, сол емдерді іздеп, сол арқылы дұрыс нәтижеге жетуге тырысу керек.